Құрметті арулар, Ләйлә ақыл айтты деп ойламаңыздар, олай қабылдамаңыздар. Соңғы 2 жыл эко-орталыққа жиі келіп жүрмін ғой, осы жерде 18-20 жасарларды көргенде жүрегім ауырады. Баяғыда мен мамам айтатын еді, аяғыңды жылыста, аяғың жылыста деп. Құрметті тұрмысқа шықпаған қыздар, аяқтарыңды жылыстаңдар, денсаулықтарыңды күтіңдер, жалаңбас жүрмеңдер, кеуделеріңді жауып жүріңдер. Барлығы кейін бір жерден шығады. Қазір байқамайтын шығарсыз. Одан кейін тұрмысқа шыққан жас келіндер, 2 жылдан кейін босанатын, 5 жылдан кейін босанғым келеді, барлығын түсінем. Бірақ жас кезіңізде мүмкіндік болып жатса, босаныңыздар. Бала көтеріп, дүниеге ұрпақ әкеліңіздер. Кейін 30-дан кейін, 40-тан кейін өкінбейтін боласың. Ауылымды сағындым шын айтам. Жасыл шөптің иісі, еркін өскен балалар, көңілдері ақ қариялар, жүрегі жұмсақ жастар. Бәрі есімде. Көзімді жұмсам, ауылымның салқын, самал желінің лебі бетіме есіп тұрғандай. Сондай жылы естеліктердің тұңғиығына батып